Гүлжан Хамитқызы, Назгүл Сейітқазықызы, студиямызға қош келдіңіздер. Осындай тоғызқұмалақ ойынның майталмандары, және желегін шағып майын ішіп жүрген сіздердей кәсіпқой ойыншылардың біздің мектебімізге келіп жатқанына қуаныштымыз. Енді осындай адамдар келіп жатқанда енді сұхбат алмай қалу мүмкін емес. Сондықтан өз студиямызға тағы да бір рет қош келдіңіздер деймін. Өздеріңізді қысқаша өтсеңіздер, таныстырып, және тоғызқұмалаққа неге осы спорт түрін таңдадыңыздар? Тоғызқұмалаққа алғаш рет қалай келдіңіздер? Неге осы тоғызқұмалақ спорт түрін таңдадыңыздар? Мен 92 жылына мен негізі шахматтан, дойбыдан чемпион, районның чемпионы болдым. Бір мезгілде келіп маған бір чемпиондың адамы келіп тоғызқұмалаққа жарысқа барасыз ба деп айтты. Мен мүлдем білмейтін ойын, естімеген де нәрсені. Сол кезде жарайды дедім енді. Мен бірақ білмеймін ғой деп, жолда үйретемін деді. Ақжар деген ауыл бар ғой бізде. Біздің Тарауатай, Шығыс Қазақстан Тарауатай. Сонда барамыз деді, ертең автобуспен шығамыз, жолда үйретемін деді. Мен жарайды дедім енді. Фабрикада жұмыс істейтін енді. Босату болады деді. Өн шықтық, неде автобуста отырып үйретті. Иә, біз чемпионат облысқа кетіп барамыз өзіміз. Сонда қызық болды, жолда үйреніп алдым. Ана кісі сұрадым жеңіп алдым, ана үйреткен адамды. Әріпжан деген кісі болды. Сол кісіні жеңіп алдым. Соны бардым да жарыста чемпионат облыста 2-ші орын алып алдым. Бірақ бір ережесін ұқпай қалдым енді. Ол кезде маған Иващенко деген бір кітабын берді орыс тілінде. Если тузуки берутся следом друг за другом, оба тузука аннулируются деген жазып қойған. Мен сол ережені оқып аламын да, и соған сәйкес ойнаймын да. Ол алады, мен аламын да жойып тастаймын деп ойлаймын ғой. Сөйтсем ондай ереже жоқ екен, ол просто қате жазылған кітап екен. Содан 2-ші орын алып қалдым. Әйтпесе негізі бірінші барған жарысымда сірә 1-ші орын алып алушы едім. Солай қызық болды енді, солай үйрендім. Содан бері осы айналысып келе жатырсыз. Иә, енді өзіңіз айттыңыз ғой, басында хобби ма не деп. Енді басында действительно хобби болып жүрді. Анда-санда бір жұмыстан барып спартакиада оның неге спартакиада кіріп жіберді ғой содан кейін халық ойындарына. Соны жылда апарып жүрді енді. Ол кезде ауданға апарады. Бір жылы Марқакөл болады, 93-ші жылы неде болды ғой. Теректі деген ауыл болды, қазір Марқакөл болды. Сонда Назарбаев келіп как раз сол кезде есімде. Сол тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары дами бастады ғой. Иә, дами бастады. Мен бұл ойынға келгенім, және Гүлжан Хамитовна дұрыс айтып отыр. Әр спортшыны бір нәрсе бір жетелейді ғой, бір нәрсе түрткі себепкер болады. Ең алғашқы оқу бітіріп келіп, спорт мектебіне жұмысқа кіргеннен кейін, спорт мектептері арасында, мекемелер қызметкерлер арасында спартакиада өтті. Ол жерде тағы да осындай сұрақ туындады. Шахматты кім ойнайды, тоғызқұмалақты кім ойнайды? Онда мен тоғызқұмалаққа қызығып жүрген, мені үйреткен осы Гүлжан Хамитовна және Оразамов Бахан Вильямбаевич. Осы кісіден бар білгендерін сұрап, өзім қызығушылық танытып жүрген жайым бар болатын. Сол спартакиада, Алан ауданы спартакиадасына біз қатысты мұғалімдер арасында. Бірінші жылы 3-ші орын алдым, келесі жылы 1-ші орын алдым. Сол район чемпионы болып жүрдім, одан кейін де облыс чемпионы атандым. Жалпы бұны Абай Құнанбайұлы айтпақшы, қолымды мезгілмен кеш сермедім болып тұр. Себебі бізді сол кезде бала кезімізде мектеп қабырғасында қазіргі балаларға сияқты зор мүмкіншілік бар жағын, қайсын үйренемін, қайсын білемін десем де, қай бағытта жұмыс жасаймын десе де, бар мүмкіндік балалар арасында есік ашылған. Ал біз кезімде соны жаңа жұмысқа тұрып, уже есейген 20-дан асқан кез шағымда үйретіп жүрдім. Хотя Гүлжан Хамитовна уже ересек, ол кезде сіз не үлкен ғой, 40-тан асты сол жас шамасында. Ол барлық енді сол заманның келе жатқан бір лебі ғой. Қазақтың ұмытылып қалған интеллектуалдық ұлттық ойынның бірі. Сол заманның басынан өткізіп, қайта жаңғырып, қайта даму үстіндегі ойын салдары. Соны біліп жатқанымыз жаңа ғой. Жақсы. Сіздер өздеріңіздің негізгі мамандықтарыңыз бар, иә? Тек қана тоғызқұмалақпен айналыспайсыздар ғой. Өздеріңіздің мамандықтарыңызбен бірге алып жүрсіздер. Сонда сол жолда қиындықтар болмай ма? Осы тоғызқұмалақ ойынын қоса алып жүрген қандай қиындықтар болды осы жолға жету үшін?
негізі енді қазір мамандығымыз сол болып тұр ғой, тоғыз қазір мақсаты. осымен Иә, айналысасыздар. соның жаттықтырушы болып жүрміз. Жаттықтырушы сол. Иә, мен ана балалар шығармашылық үйінде не болып істеймін, ана үстел ойындарын деген сабақты беремін. Оған ішінде тоғызқұмалақ, шахмат, дойбы кіреді. Неде дюшада да істейміз, детская музыкальная школа деймін. Қазір жастар осы ұлттық ойындарға бет бұрып жатыр ғой, қазір өте көп қызығушылық танытып жатыр. Шәкірттеріңіз көп пе, қандай жетістіктерге жетіп жатыр, қаншалықты, қандай деңгейде өнер көрсетіп жүр? Сіз айтыңыз. Енді шәкірттерімізде баршылық, өсіп келе жатқан резерв та бар, бірақ әлі де біз тек көтерілу үстіндеміз, одан да әлі де жақсы жетістіктер күтеміз. Сол мақсатта да міне бүгін Қатон-Қарағай ауданы Ластаев атындағы орта мектепке келуіміздің басты мақсат себебіміз сол болып табылады. Қазір Шығыс Қазақстан облысы бойынша 2 дүркін Қазақстан Республикасының чемпионы, Азия чемпионы Ломоносов мектебінен шыққан Ұлан ауданынан Еркін Ернар деген оқушымыз бар. Оның ізін басып келе жатқан Өскемен қаласының спортшылары да бар. Барлықтары Шығыс Қазақстан облысының чемпионатының жүлдегерлері мен жеңімпаздары. Деген медальде Қазақстан Республикасы деңгейінде жеңімпаз тағайындағанымыз төмендеу. Сол Еркін Ернар бар, оның ізбасарлары Расул Аңкар, Ынтымақ Бұлбұл, Мархабатұлы Абылай деген Дияр бар. Иә, Достықұлы Дияр, Қатылбек қызы Аяжан сияқты спорт шеберлігі үміткер атақтары бар спортшыларымыз бар. Бұны дамыту барысында біз де өз үлесімізді барынша қолдан келгенше қосамыз. Әрдайым үнемі календарлық жоспарға сәйкес жарыстар ұйымдастырып тұрады. Олар аудандық, облыстық, республикалық деңгейде. Биылғы қараша айының 25-27 аралығында Өскемен қаласы Сәрсен Аманжолов атындағы мемлекеттік университет қабырғасында 3-ші мәрте Сәрсен Аманжоловты еске алуға арналған тоғызқұмалақтан республикалық турнир жоспарлануда. Енді спорт федерациясы тарапынан осы ойын түрін дамыту үшін жобалар, үлкен бір бастамалар бар ма? Сол жайында айтып кетсеңіздер. Шығыс Қазақстан облысы бойынша немесе Қазақстан Республикасы бойынша. Шығыс Қазақстан облысының федерациясы тарапынан атқарылып жатқан жұмыстар ол жаңағы жасөспірімдер арасындағы іріктеу жарыстарын ұйымдастыру, ересектер, ардагерлер арасындағы ұйымдастыру, әртүрлі студент жастары, колледждің студенттері, жоғарғы оқу орындарының студенттері арасындағы спартакиадаларды ұйымдастырады. Одан кейінгі әртүрлі деңгейдегі барлық жарыстарды ұйымдастырып жүр. Қазірінде жаңа бір сөзіңізді айтып кеттіңіз, жас күнінен бастап дайындаса дейді, балаларды осы тоғызқұмалаққа енді мектептің программасына енгізсе осы ойынды қандай балаларға пайда болады деп ойлайсыздар? Тек қана енді сол тоғызқұмалақты ойнап кету емес, осы ойынның балаларға қандай бір пайдасы бар ма, дамуына қандай бір көмегі бола ма деп ойлайсыздар? Сіздер көріп, тәжірибе жасап көрушісіздер ғой балаларды. Тоғызқұмалақтың ойлаймын себебі пайдасы өте көп. Біріншіден, бұл қазіргі көп балаларымыз заманауи, бұл барлық жерде бір үлкен басты өзекті проблема деп есептеймін. Ол біздің өскелең ұрпақтың гаджет, планшет, интернетке тәуелділіктері болуы. Соның әсерінен балаларда қазір көбінесе неге бар? Задержка речевого развития бар. Бұл дегеніміз, яғни центр, бас мидағы орналасқан сөйлеу центрінің жұмысының төмендігі. Оның жұмысының төмендігінің себебі басты мақсат денсаулық қой, яғни тоғызқұмалақ ол ұсақ қол моторикасын дамытады. Әрбір жүріс жүрген сайын, жүріс таратқан сайын, ұсақ құмалақтарды қолға ұстаған сайын, алақанымыздағы белсенді биологиялық нүктелерінде барлығы ұсақ ретінде массаж, өздігінен бір массаж жасалынып отырады. Ол биологиялық белсенді нүктелерді белсендірген сайын, активизировать еткен сайын, біздегі мида орналасқан центр речи и центр мыслительной деятельности, они очень рядом расположены. Яғни екеуі қатар орналасқан. Екеуі біреуі белсенділіксе, екіншісі жұмыс арасындағы нейрондық байланыстар көбейеді. Бұл ең бір басты мақсат баланың
сөйлеу, сақол моторикасын дамыту, шапшаң ойлау, есептеу және де бұны жасамаса да үлкен тұлға ретінде қалыптасуына әсер етеді. Себебі бала стратегиялық ойлауға дағдыланады, жүйелі түрде дағдыланады. Яғни ол стратегиялық білуге жоспар арқылы. Жоспар құрады, мына жүрістік. Яғни ол қорғана отырып, шабуылдау керек мақсаты. Сен қарсыласқа құмалағыңды бермеу, оның құмалақтарын ұту. Бұл жерде шабуыл да бар, қорғаныс та бар. Осы сияқты дағдыларды дамытады. Керемет. Гүлжан Хамитқызы, сіз қалай ойлайсыз, енді мына тоғызқұмалақ ойыны Қазақстан Республикасы бойынша ғана және таралып жатыр ма, әлде мысалы халықаралық жарыстар қатысып жүрсіздер ме, шетелдіктерде қызығушылықтар бар ма осы ойынға? Назига Сейтқазин айтып кетті ғой, 5-ші көшпенділік ойынында спорттың бар түрінен ең көп келген осы тоғызқұмалаққа 53 мемлекет келіпті. Содан бері 54 пе 53 пе солай? Содан бері президенттің көзқарасы да өзгерді ғой. Ол кісі де тоғызқұмалақ көп айта бастады. Марапаттағанда осы шахмат пен интеллектуальный ойындар нететін адамдарды көбірек марапаттанды. Неге сіздер боксерлар мен нелер ғана қарсыласыздар деп сөйтіп айтып жүр ғой кісі. Өте мықты. Енді әлем чемпионаты, неше әлем чемпионаты өтті уже? 2 жыл сайын әлем чемпионаты болып жатыр. Өте жақсы. Сонда ол шетелдер және 53 мемлекеттен келді деп жатсыздар, тоғызқұмалақ. Соның ережесі бәрі осы бірдей, ережесі? Барлығына ортақ біздің тоғызқұмалақ. Бірақ тоғызқұмалаққа ұқсас қырғыздардың ойындары бар. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары дедік қой. Бізде тоғызқұмалақ деп өтті. Оларда бірақ негізі көбінесе Қырғызстанда жүрді ғой. Білесіз, Түркияда, білесіз, бізде болды. Оған дейін бәрі Қырғызстанда өтті. Ол жақта тоғызқұрғыл деп атайды. Ерекшелігі сол ғана. Атында ғана. Негізі ережесі бәрі бірдей. Осы ұлттық ойынның болашағы қалай деп ойлайсыздар? Осы 10 жылдан кейін осы тоғызқұмалақ ойыны қандай деңгейге жетеді деп ойлайсыздар осы қарқынмен? Енді мықты дамып барады негізі. Мықты дамып барады енді. Қазіргі даму қарқынды, себебі жаңа Гүлжан Хамит айтты ғой, президенттің назарында деп. Президент те не деп айтты? Аз қаржы жұмсалатын спорт түрлеріне назар аудару керек деді. Соның ішінде тоғызқұмалақ деп атап өтті өзінің бір сөзінде. Сосын биылғы шілде айында дене шынықтыру және спорт заңына енгізілген бағыты басым белсенді спорт түрін тоғызқұмалақта ұлттық спорт түрі ретінде енді. Яғни ол дегеніміз олимпиадалық және паралимпиадалық ойындармен бірлесе қатар сол деңгейде ұлттық спорт дамуы жүреді деген сөз. Мен ойлаймын, тоғызқұмалақтың болашағы үлкен зор. Соңғы қазіргі заманауи технологияларға байланысты қазіргі шығып жатқан, президент құрып жатқан жасанды интеллект министрлігін құрды ғой. Жасанды интеллекті қазір тоғызқұмалақпен бірге жасанды интеллект адам ойнайтын тоғызқұмалақшыға қарсы тоғызқұмалақ ойыны ұйымдастырылды. Осы тамыз айында Астана қаласында сол жағынан да көп басым дамушы болады деп ойлаймын. Себебі қазіргі барлық еркін түрде сабақ ретінде үйренсе балалар, одан кейін еркін өз бетімен әрбір сайт платформаларда бар, playwork.com платформасында еркін ойнауға және тоғызқұмалақ приложениесін жүктеу арқылы яғни шынайы адаммен ойнауға болады. Онда түрік елдері отырады, қырғыздар отырады, моңғолдар, яғни кез келген әлемнің кез келген түкпіріндегі адаммен сен реальном времени тоғызқұмалақты ойнай аласың. Өте жақсы. Енді қазір жас буын және неше түрлі елдермен ойындар ойнайды ғой, енді. Чем вот это Roblox, не ойнап отырды, Minecraft деп ойнағанша біздің тоғызқұмалақты сондай деңгейде әртүрлі мемлекетпен бірге онлайн ойнай беруге болады дейсіздер ғой. Керемет жетістік. Енді соған тілектеспіз бәріміз де. Бүгін біздің мектебімізде өтіп жатқан тоғызқұмалақ жаңа байқап көріп жүрген шығарсыз, көріп жүрдіңіздер, сіздер өздеріңіз. Енді сол балалардың деңгейі қалай екенін, мысалы, қалай ойлайсыздар? Осы Қатон-Қарағай ауданының балаларының деңгейін арасынан осы тоғызқұмалақтың шегіне жететін оқушылар көрінді ме? Балалар жарысқа барған кезде Қатон-Қарағайдың балалары орын алып жүреді. Бірақ көп чемпионаттарға келмейді.
көбінесе ана мұғалімдер образованияның жарысына барады, ол кезде міндетті түрде орын алып жүреді. Енді біздің мақсатымыз ол кісілер енді қалған чемпионаттарға келіп жүрсе екен деп. Бізде жас ерекшелігі бойынша келеді ғой енді 9, 11, 13 деп, 15 деп жастар ойнайды. Иә, жастар 17, 19, 20, 21 деп ойнайды. Сондай ветеран дейді, не дейді, ардагерлер деп бөлек ойнайды, ересектер деп бөлек ойнайды. Сондай жарыстарға келе бастаса бізге. Сол үшін сондай мақсатта келіп отырмыз ғой біз ол кісілерді. Шығыс Қазақстан облысының чемпионаттарына тарту мақсатымыз, сол жердегі бұқаралық сипат жинақтау мақсатымыз. Ол жерде бала келсе әр ауданнан, ол баланың спорт шеберіне үміткер атағын орындау мүмкіншіліктері артады. Бұл атақ нені береді? Бұл атақ ертең ол бала жоғарғы оқу орнында да түсіп жататын болса, физкультура мамандығына түсетін болып жатса, оған бір пайдасы тиеді, міндет тиеді. Қосымша мамандық болады ғой енді. Енді жас буынға, ұстаздарға қандай өздеріңіз айтар едіңіздер, кеңес берер едіңіздер? Біздің мектептің оқушыларына, олар енді осы сіздердің сұхбатын осы біздің мектептің оқушылары көреді ғой, осы кезде оларға бір мотивация берсеңіздер. Енді былай айтсақ енді, өткен жылы осы тәуелсіздік күніне 25-ші күні, қазан күні жарыс өткізді. Жүлдеге бір жүлдеге 5 миллион ақша тікті бірінші орынға. Бұл да бір мотивация ғой. Иә, керемет. Иә, ол жарысқа бүкіл Қазақстан келіп, енді асығыс болды ма, өзім де барып қатыстым, ұтқан жоқ, бірақ тақталары дұрыс болмады, үлкен тақталы, онысында менің жас ерекшелігім уже дұрыс емес, ересектермен ойнай алмаймын уже бәрібір. Жас ұлғайғаннан кейін кішкене нетпейді екен. Сондай бір мотивация бар енді. Негізі біздің жақта болмаса, басқа жақтың бәрі маман көріп, оқуына барып, тренер болып істеп нетеді. Біздің жақта ешкім қалмайды. Бәрі ойыншыларымыз кетіп қалады басқа салаға. Мамандық көрмей кетіп қалады. Сол ғана бізде жаман тұрған сол ғой бізде шығыста. Жалпы балаларға мотивация дегеніміз бүгін Қатон-Қарағай ауданындағы сіздердің мектептеріңізге келген халықаралық дәрежедегі спорт шебері Гүлжан Хамитованың сабақ өткізіп, жарыстарыңыздың өткізу тәртібін қадағалап кету үлкен бір түрткі серпін болады деп ойлаймын. Яғни әрбір еңбек, егер бала тыңғылықты отырып дайындалса, оны дайындайтын жаттықтырушы болса, баланың да еңбегі, жаттықтырушының да еңбегі әрдайым бір мезетте бағаланатын болады деп ойлаймын. Осы мемлекет тарапынан қаржылай көмек беріп тұрады ғой, әлде жаңағы спонсорлар іздейсіздер ме? Спонсорлар іздейміз. Жүлде қоры сол спонсорлардың арқасында жүзеге асады. Мемлекет тарапынан мемлекет ондай барлық несіне беріле бермейді. Ол ресми түрде Қазақстан Республикасының чемпионаттарына іріктеуден өткен жағдайда ғана сол жарыстарға бөлінеді. Оған дейінгі барлық жарыстарға спонсорлар ауданды, қалалық дегендердің спонсорлар іздеп, солардың көмегімен өтіп жатыр. Ана жылы Абайдың жарысында болды ғой, Темірбаев Ғалымжан деген машина ұтып алды. Сол кісі жүлдені алды. Сол үйіне барғаннан кейін бір ай болды ма, жарты айдан кейін оған әкім пәтер сыйлады ана жігітке. Сол 9 бала жүлде алғаннан кейін. Негізі ол бәленбай дүркін әлем чемпионы. Оған дейін алып көрмеген, енді ана неде машина ұтқаннан кейін ол қалыс сондай жағдайда пәтер сайлады ғой. Оның бәленбай баласы бар ғой, 3 баласы ма? Әйелі де мастер спортта 9 мақтады. Қуанышбекова деген болған. Жақсы, рахмет сіздердің сұхбаттарыңызға. Енді бүгін және келіп халықаралық дәрежеде тренерлар келіп көріп жатыр, жаңа семинар өткізіп жатсыздар. Біздің мектебімізге, Қатон-Қарағай ауданының оқушыларына, балаларға үлкен бір мотивация сыйлады деп ойлаймын. Болашақта осы тоғызқұмалақ ойыны дами берсін, мемлекет тарапынан да көптеген көмектер көрсетілсе деп деген тілегіміз бар. Сіздерге алда енді үлкен жетістіктер тілеймін. Сіздердің жетістіктеріңіз енді оқушылардың жетістігі, оқушыларыңыз жетістіктерге жете берсін, шәкірттеріңіз көп болсын. Осы ауылдан, түкпірлі және аудандардағы ауылдың балалары осындай дәрежедегі біздің ұлттық, интеллектуалды және ойындарымызға қызыға берсін. Онда сіздерге сәттілік тілеймін. Сіздерге біздің студиямызға келіп, кішкене болсын өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөлісіп жатқандарыңызға рахмет сіздерге. Сізге рахмет.